заттарымен танысып едік. Аяжан? Зат есім. Зат есім. Келесі Нұрасыл. Қатты айтамыз. Каусар. Сан есім. Сан есім. Дария? Етістік. Етістік. Қане балалар, сол өткен сабақтарымыздың ережелерімен таныстырып жібереміз, иә? Қане Аяжан? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім-кімде, не-нелер деген сұрақтар қойылады. Жақсы. Келесі балалар, етістік дегеніміз не, кім айтып жібереді? Шыңғыс? Етістік деген заттың іс-қимылын білдіретін сөз тап, мысал, Сөз табын етістік дейміз. Оған жататын сөздер, сұрақтары не қылды, не істеді деген сұрақтар қойылады. Мысалы, оқыды, не қылды, оқыды дейді. Жақсы, отыра ғой. Келесі сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз. Түсін, көлемін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, таза, қандай таза, бұл сын есім. Жақсы. Сан есім дегеніміз не, Раяна? Айта ғой. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5-ші, 5, 7, 9-шы, 20-шы. Жақсы, отыра ғой. Балалар, қане бәріміз енді мынаны есімізге салайықшы. Заттың санын білдіретін сөздерге қандай сұрақ қоямыз? Қандай сұрақ қоямыз? Қанша, неше. Қане мысал келтіріп жіберейікші? Кім айтады? Заттың санын білдіретін сөздерге. 7, қанша, 7. Жақсы, келесі. 5, қанша, 5. 5, жақсы. Келесі мына жақта балалар. Раяна, тұрып кестесі. Бұл заттың несін білдіріп тұр балалар? Бірінші деген. Ретін білдіріп тұр. Жақсы, ал санын білдіретінгі айтамыз тағы. 20-шы, 5-ші, 20-шы. Бұл заттың несін білдіріп тұр? Санын ба балалар? Ретін білдіріп тұр. Балалар тақтаға қарайып, тақтада өлең шумақтарын оқимын. Мұқият тыңдап отырамыз. Bir тәулікте 24 сағат бар. 7 күннен құралады әр апта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп ойланбастан шыға аламын санақта. Ал 30 күн бір айымды құраса, 12 ай жыл көп емес қой бұласа. 365 күн бар деп бір жылда. Балалар, осы өлеңнің ішінен сан есім сөздерді тауып көрейікші. Қане, кім айтады? Шыңғыс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, жақсы. Келесі, Раяна. 24, отыра ғой. Айғаным. 12. Келесі. 365. Тағы да? 7. Жақсы, отыра қойыңдар балалар. Біз сан есім сөздерді атап шықтық. Енді балаларына кестеге қарайықшы. Осы кестеден балалар, сендер нені байқап тұрсыңдар? 2 бағаннан нені байқап тұрмыз? Кім айтып жібереді? Раяна. Ибраим Раяна. Бұл бірінші бағанда біз бір сөзден құралған сөздерді сан есімдерді байқап тұрмыз. Ал екінші кестеде біз 2 немесе 3 сөздерден құралған сөздерді сан есімдерді байқап тұрмыз. Жақсы балалар. Бірінші бағанда бір сөзден құралған сан есімдер жазылған. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Екінші бағанда 2 немесе одан да көп сөздерден құралған сан есімдер жазылған екен. Ендеше балалар,
Bir sözdен құралған сан есімдерді дара сан есімдер дейміз. Екі немесе одан да көп сөздерден құралған сан есімдерді күрделі сан есімдер дейміз. Балалар, бүгінгі өтілген дара және күрделі сан есімге байланысты топтық жұмыстарымызды орындауға кірісеміз. Қазір мен қолында берілген тапсырмаларды әр топқа бөліп беремін. Әр топ осы тапсырмаларды орындайтын болады. Дара сан есім, 99 күрделі сан есім, 7 дара сан есім, 77 күрделі сан есім, 100 дара сан есім, 500 күрделі сан есім, 21 күрделі сан есім, 7 дара сан есім, 36 күрделі сан есім. Қанша, неше, нешінші, кім деген сөздерде кім деген сөз артық. Қорытындылай келе, жемістерде жазылған сан есім сөздерді тиісті себеттерге орналастырамыз. Қане балалар, кім келіп орналастырады? Келе ғой, Бақытжан. Бер қарап тұрамыз. Айта ғой, оқы. 2, қанша 2? Бұл Дара сан есім. сын есім емес па? Сан есім. Жақсы. Келесі. Ал, Каусар. Қанша 44? Айтсашы, қандай сан есім? Бұл күрделі сан есім. Келесі, Каусар. Қанша 7? Бұл дара сан есім. Отырамыз, Раяна. 8. Қанша 8? Бұл дара сан есім. Нұрасыл, Нұрасыл. Қанша 75? Бұл күрделі сан есім. Келесі, Інжу. Інжу. Қанша 6? Бұл дара есім. Айжан. Алпыс. Қанша 60? Бұл дара сан есім. Дария. 19. Бұл күрделі сан есім. Шыңғыс. Күрделі сан есім. Қанша 55? Бұл күрделі сан есім.